Балалар, біз бүгінгі іс-әрекетімізді өте ерекше өткізетін боламыз. Бүгінгі іс-әрекетімізде біз зерттеуші боламыз. Балалар, зерттеуші деген кім екен? Зерттеуші деген тәжірибе жасайтын адам. Зерттеп, тәжірибе жасайтын адам екен. Бүгінгі іс-әрекетімізде біздер нені зерттеп білеміз? Су туралы зерттеп білеміз. Судың түсі бар ма? Жоқ. Жоқ. Иісі бар ма екен? Жоқ. Жоқ. Дәмі бар ма екен? Жоқ. Жоқ. Судың пішіні де болмайды екен. Су сұйықтық, түсі, иісі, дәмі жоқ екен. Енді бүгін біз тәжірибемізде судың сұйық екенін көру үшін бір ыдыстан екінші ыдысқа құю арқылы көрсетеміз. Су сұйық болғандықтан осылай құйылады екен. Енді суға кез келген затты салған кезде не істейді екен? Еріп кетеді екен. Біз қазір нені салып көрсетеміз? Тұзды суға салып көрсетеміз. Тұзды суға салып бұлғаймыз, жақсылап бұлғаймыз, бұлай ғой. Тұзымыз бар ма судың ішінде? Жоқ. Судың ішінде тұзымыз еріп кетті. Осылай суға қосқан кез келген қатты зат еріп кетеді екен, сұйық болғандықтан. Енді судың түсі жоқ дедік. Суымыздың түсін қалай өзгертуге болады екен? Судың түсін қалай өзгертуге болады екен? Бояу салу арқылы өзгертуге болады екен. Бояуды суға қосамыз. Аламыз аңғар, аспай. Судың түсі өзгерді ме? Суға бояу қосу арқылы судың түсін өзгертуге болады екен. Су бізге не үшін қажет, балалар? Суды біздер ішеміз екен, сосын тамаққа қосамыз екен, сосын жуынамыз екен, дұрыс айтасыңдар. Су бізге өте қажет табиғи байлығымыз екен. Су жануарларға не үшін керек? Тіршілік ету үшін су керек. Өсімдіктер өсу үшін не керек? Су керек екен. Су тіршілік өзі, біз сусыз өмір сүре алмайды екенбіз.